гипсокартондардың арасындағы шоқтар трещина бермеу үшін қалай істеу керек, оны қазір айтатын боламын. Ең алдымен каркас дұрыс справа болу керек. Осылай есіктің айналасын осылай бүтіндей шығарған дұрыс, трещина түспеу үшін. Екіншіден, осылай ортасына дұрыстап фаска салу керек, кейін кіші ортасын кішігірім ашып кеткен дұрыс, джойнт ортасына кіру үшін. Одан кейін осы шоқтарды грунтовать етіп жуу керек. Кисточкамен грунтовать етсе болады, или болмаса краскоплитпен шашса болады. Кімге қалай ыңғайлы. Мына қарасаңыздар, мына жер грунтовать етілмеген, мына жер грунтовать етілген. Екеуінің разницасы білініп тұр. Енді бұған өзінің арнайы джойнты бар, или болмаса кнауфуген қолданса болады. Біз кнауфуген қолданамыз. Джойнтты немесе кнауфугенді осылай ортасына жабып шығу керек. Былай мына жақтары болса бетімен бірдей қылып, ал мынада заводской фаскалар жерлерді толықтай толтырмаймыз, кішігірім зазор қалдырамыз, чтобы лентаны жабыстыру үшін. Одан кейін осындай ленталарды жабыстыруға арналған өзінің арнайы клей бар. Бізде енді Pромix компаниясынікі, бағасы 10 мың теңге, 7 килограмм. И енді лента бізде екі түрі бар. Мынау кнауф 50 метрге жетеді, бағасы 1500 теңге. Мынау американский лента, тоже Pромix компаниясынан алдық. Бағасы 25 мың теңге, 30 метрге жетеді. Енді қазір бұның екеуінің несін сапасын салыстырып көрсетемін. Қараңыздар, мынау бізде кнауф лента, былай мықты, былай жанынан жасасаң оңай жылтып кетеді бірақ. Ал американский лента, бұл енді кнауфқа қарағанда сәл мықтырақ, былай айтқанда оңай жыртылмайды бұл. Оны осылай қатты жыртып, бірақ енді бұл жерде қолмен жыртуға келмейді, себебі осылай жан-жандары майысып қалады. Оны қайшымен қырққан дұрыс, или пышақпен кесу керек. Енді екеуінің де ортасында осындай іздері бар, бүктелетін жері бар. Осыны бүктеп, ішкі бұрышқа, бұрыштарға қолдануға болады. Енді бізде не үшін екеуін алып, мына кнауф лентаны нагрузка көп түспейтін жерлерге осындай шоқтарға қолданатын боламыз. Ал мына американский лентаны есіктің айналасына қолданамыз. Себебі ол жерде көбінесе нагрузка болады. Сондықтан ол жерде мықтырақ болу үшін осыны американский қолданамыз. Енді кімнің әдемі қаражаты әртүрлі, мынаны да қолдана берсеңіз болады. Серпиянка ол өте арзан вариант. Ол жерде ешқандай гарантия жоқ. Ол жерде көбінесе трещина түседі. Сондықтан осындай ленталарды қолданған дұрыс.